Сәлем құрметті көрермендер, бүгін арнамызда қарбыз деп аталатын шырынды әрі сергітетін жеміс туралы айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, бізбен бірге қызықты фактілер және ойын-сауықты үйренетін боламыз. Ал ендеше бастайық. Калориясыз тәтті қарбыздың ағзаға тигізер пайдасы көп екен. Диетологтар қарбызды құнды диеталық тағам ретінде ұсынады. Алайда күніне 2 кг-нан артық қолдануға болмайды. Қарбыздың емдік қасиеті туралы ең алғаш арабтар анықтаған екен. Олар тамақтың алдында қарбыз жеген адамның ағзасы толығымен тазарады деп сенген. Медицина мамандары қарбыздардың аурудың аяқтыратын қасиеті бар екенін дәлелдеген. Халық медицинасында қарбызды шемен немесе сары ауруға қарсы қолданған екен. Қарбыздың дәндері қабығы мен шырынды бөлігі дәрілік мақсатта қолданылады. Шырыны жаздың күні шөл басу үшін де пайдаланылады. Тәтті бөлігі мен шырыны не істеп жүргізуге көмектеседі екен. Ертеде халықтық медицинада қарбыздың дәндерін қан тоқтату үшін де қолданған. Қарбыз бүйрек және бауыр ауруларына тас, тұз жиналғанда ішкі құрылыс мүшелеріне шипа болады екен. Қарбыз темірге бай. Қаназдық анемия яғни кезінде пайдасы өте көп екен. Сонымен қатар адам бойындағы артық холестеринді шығаруға, атеросклероз ауруына да көмектеседі екен. Дәрігерлер жаз айында подагра, артрит, қант диабеті ауруларымен ауыратындардың ас мәзіріне қарбызды қосуды ұсынады екен. Семіздікпен күресетіндерге арналған қарбыз диетасы нәтижелі болатынын дәлелдеген. Безгек ауруына шалдыққандар қарбыз суын яғни ретінде қолданса болады екен. Тіпті қарбыз көздің көру қабілеті мен мидың белсенділігін арттырып, ультракүлгіндік сәулелерден қорғай алады екен. Оның құрамында С, А дәрумендердің адам ағзасына пайдасы мол екен. Қарбыздың қабығы мен бас ауруын лезде жазып алуға, дәнін қайнатып, сусын ретінде қолдануға да болады екен. Қарбыздың зиянына келетін болса, осыншама пайдасына қарамастан қарбыздың зиянды тұстары да жоқ емес. Қарбыз науқанымен қатар адамдардың улануы да жиілейді. Мысалы, Қазақстанда жаз айында тамақтан уланғандардың саны былтырғымен салыстырғанда 2 есеге көбейген екен. Оған қарбыздың химиялық қоспалардың көмегімен жылдам пісуі, жемістің көктей жылынуы себеп болады екен. Қарбыздың пісіп-піспегендігін тексеру үшін сауда орындарында белгі салдырып кескен соң қарбызды 1 сағаттың ішінде жеу керек екен. Әйтпесе тағамдық құндылығын жойылып кетеді екен. Көп адамдар қарбыздың дәнінің көп болмағаны дұрыс деп ойлайды екен. Алайда бұл қате тұжырым. Қарбыздың дәндерінің көп болуы оның табиғи ортада өсірілген аңғартады және қарбыздың дәндері ақ емес қара қоңыр түсті жетілген болуы керек. Қып-қызыл тым тәтті қарбыздарда денсаулыққа зиян екен. Табиғи жолмен өсірілген қарбыздар әсіресе қызыл болмауы керек. Күннің ыстығында ұзақ тұрып қалған қарбыз адам ағзасына зиян келтіріп түрлі ауруларға себепші болады екен. Сондықтан қарбыз таңдауда аса сақтық танытқан жөн.